Құдайдың берген мінезін құлыптап, ұстап, ішінде өшіруге керек оны өзің, өзге адам болып ішінде. Гамлет болып ойлайды, жүдетіп жұға жүйкені. Яға боп та ойнайды өзінен өзі жиіркеніп. Әр рөл өзі бір сабақ, қояды кейде жындетіп. Күлкісі келіп тұрса да біреу боп жылау міндеті. Бірақ та жұрттың көбісі қара тер боп жүр босқа, бір басқа артист адамы, ал артист адам бір басқа. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Кезінде Мағжан Жұмабаев сенген Түркістан жастарының бүгінгі бет-бейнесі қандай? Олар немен айналысып жүр? Өмірлік мұраты бабалар рухын сүйіндіре ала ма? Осы сұрақтарға жауап алу үшін жас актер, әнші Ахат Рүстемұлының жан сарайына үңіліп көрелік. Мектеп қабырғасында жүрген кезде үйде әкемнің домбырасы бар еді. Сол домбырада негізі әкемнің інісі, ағалары, өзінен төмен тағы да інілері домбырада ойнайтын. Ән салатын, дәстүрлі ән бар. Көбінесе біздің мен сыр өңірінен болғаннан кейін бізде жырға термеге жақын болады. Мен сол кісілерге қызығып, бірақ мен енді домбырамен жыр терме айтқан жоқпын, бірақ күйге көшіп кеттім мен. Домбырамен өзім күй ойнайтын әдетім бар. Негізі анасы дәрігер адамдар, балалары, көбінесе ұлдары, қыздары тазалыққа құмар болады, тазайым болады. Жаңағыдай жүрген жерінде ауырып қалса енді ол да бар, біріншіден, екіншіден өнер адамы енді өнерде жүргеннен кейін өз-өзімді қатты күтінем. Өйткені көбінесе ән айту процесі, шамалы тамақты емдеу деген бар, тамаққа күтіну деген бар. Соған анамның көмегі көп дейді. Енді тәрбие бесіктен дейді ғой, сол демекші. Осылай тәрбиенің арқасында, Аллаға шүкір, осы ата-анамыздың арқасында сол кісілердің тәрбиесімен өсіп келе жатырмыз. Ахат Рүстемұлы Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында дүниеге келген. Өнерге құмартқаны сондай, әкесінің домбырасын қойнына қысып ұйықтаған ол, бүгінде ер жетіп балаң арманының соңында жүр. Оқушы кезінде түрлі байқауларға қатысып жүлделі орынды иеленген. 2003 жылы Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің актерлік өнер мамандығына оқуға түседі. Белгілі актер профессор Кәрімбек Сейтметовтің шәкірті. 2017 жылы оқуын сәтті аяқтап, еңбек жолын қалалық мәдениет үйінде бастаған. Бүгінде халық шығармашылығы орталығында ұлттық шығармашылық және жанрлар жөніндегі маман. Жігітке жеті өнерді аз дегендей, қолы қалт етсе, би мен спортқа барады. Кейіпкердің айтуынша, нағыз артист жан-жақты болуы керек. Оның үстіне өнер адам үшін форманы сақтау да өте маңызды. Айналысып жатқан спортың түрі гимнастика әрі трикер деп те айтылады. Трикер деген ол сахна сайысы. Сахна сайысын мен мынау 3-ші сыныбымнан бастап мен үйрендім осыларды. Сөйтіп дамыта келе осы университет төңірегіне келгеннен бастап ары қарай күшейтілді осы дайындықтарым. Бірақ енді бұл нәрсенің бәрі биімде бар, спортында бар, басқа да барлығы хобби ретінде жатады. Ал негізі әншілік жанр көбінесе мән беретін. Ақ көңілді ақ арманым, не болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам
армансам да топияңды таба алмадым. Бимен мен кішкентай кезімнен бастап айналсам. Шамалы не дейтін еді, ортада қысылмау дегеннен пайда болды. Негізі енді тойларда, жиындарда билеп жүріп, сонымен ары қарай кәсіби бимен айналысым келді. Бұл негізі менің бидің түрлері, жанрлары. Оның ішінде қазақи би бар, кентап дейді, мысалға енді түрлері да. Одан бүркіт би бар, қазақша бейітте билеуге болады, хип-хоп та бар арасында. Және жаңағы бағана айта кеткенде, мысалға Майкл Джексонның биі де бар арасында. Солардың барлығына ұштастырылған би деуге болады негізінде. Еліктейтін адамдар көп менде. Спорт жағынан болсын, би жағынан болсын, және ән жағынан болсын, актер жағынан болсын. Театр актері жағынан да енді. Мысалға, өз басым ән жағына келетін болсақ, мен көбінесе мынау қырғыздың әншісі бар. Мейірбек Атабек деген. Сол кісі бар, мен сол кісіге еліктеймін, мысалға. Сол кісінің дауысын салып көрем. Олар енді көбінесе сағыныш дауыспен айтады ғой, қырғыз халқының әншілері. Сол үнді жақсы көрем. Содан сол кісілерге ұқсағым келеді. Өйткені жалпы енді білесіздер ғой, қырғыздың әндерін біздің қазақтың әншілері жақсы көреді қатты. Енді ол нәрсе менде де бар. Жаңырып заманы, жаңымын баба салтын уланты. Сақтаған ел табышын үміттен жүріпті. Қадырын тұйып арықтанан мектен өшмі жылырсын. Қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті әншілер өмірін берген бізген қаншада мей. Мынау театр актеріне келетін болсақ, Берік Айтжанов бар, сол кісіге ойынына. Және Нұржан Төлендиев. Өзіміздің жергілікті жерлесіміз, Алдараспан театрының директоры, сол кісіге еліктеймін. Би жағына келетін болсақ енді, би жағына көп. Оның әр қайсысын айта кететін болсақ, қазір саны жоқ. Өйткені әр бидің өзінің бір ерекше бір тәтті бір қимылы бар, адам ғашық болатын қимылы бар. Кішкентай кезімде, сынып кезде, оқып жүрген кезде, сол кезде мен күреске қатысқам. Күреске қатысқан кезде мен Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың видеоларын көп жинақтағам. Олимпиададағы күрестерін, бүкіл архивтерін бәрін интернеттен тартып, кәдімгідей қарап, сол кісіге кәдімгідей қимылдарына дейін үйреніп, ол кісінің кетіп баратқан әшейін жүрісі бар ғой. Жүрісіне дейін үйреніп, солай жүрсем қатты күресемін деп ше. Мынау енді палуандардың көбінесе құлақтары сынған ғой. Құлағымды сындырғым келіп кәдімгідей. Мен сол кісінің спорт жағынан сол кісінің пір тұтамын. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп Абай жырлағандай, қай халық, қай ұлттың болмасын, әлде бір ән шырқалып жатқанын естісе, ентелей алға басып келе жатқан жүрісін баяулатып, тіпті тоқтай қалып құлақ тоспайтын, апырмау, бұл қандай ән, төгілдіре шырқап тұрған кім екен деп таңырқайды.
Ахат Рүстемұлы Шәмші Қалдаяқовтың Алыс арман әнін орындап, оған клипте түсірді. Жаңаша бағытта жарыққа шығардым. Енді қазіргі жастардың талабы сондай. Өйткені қазіргі жастардың талабы әннің сөзі жеңіл және аранжировкасы дейді ғой. Аранжировкасы да жеңіл. Аранжировкасы жеңіл болған сайын олар көп жаттайды. Сол сияқты енді бұл Шәмші Қалдаяқовтың атамыздың сөзін алып, мен әніне жеңіл, адам қызығатын аранжировка жасап, және оған бейнебаян түсіріп, жарық көрді. Маңдайыма біткен алтын күнім деп, ей күнім деп, сен ойласам жадыраймын күлім деп, ей күлім деп, бірақ мұны ұқпай қойдың ғажабы, махаббаттың қиын екен азабы. Хит әнім әзірге жоқ, өйткені хит ән деген жалпы негізі көбісі күтеді. Жалғыз менен емес, басқа әншілерден де көбісі күтеді, бірақ ол хит деген дүние негізі өте қиын. 100-дің бірі. Орысша айтқанда удачный бір ән шығып қалады, сол хит болып кетуіне екіталай. Әйтеуір, бірақ енді қазір хит қыламыз деп хайп дейді ғой. Көп дүние жасап кетіп отыр ғой қазір. Өнерде жүрген ағаларымыз болсын, өзімізбен деңгей адамдар болсын, жастар болсын, хайп деп көп нәрсе істеп жатыр. Бірақ алып атқан рухани азық жоқ деп ойлаймын. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуым келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деумен, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деумен, мен тұрмын елеңдеумен. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда дегендей, кейіпкеріміз Ахат Әлім күйден де құралақан емес, домбыраның құлағында ойнайды, қолға салып құйқылжыда күй тартқыздық. Күйде сіздерге бір кішігірім бір уақиға айтып берсем, бізде біздің оңтүстіктің тумасы, тұлғасы Бориса деген ағамыз бар. Бір күні сол кісімен съемкаға бардық жұмыспен. Сол кісіге директ фильм түсіру керек болды. Сол кезде мен естімей қалдым, енді құлағым шалмай қалды. Бір күйді ойнап жатырды. Ол күйде енді действительно кәдімгідей жай жел басталды, одан кейін құйын болды, кәдімгідей құйын деген күшейтілді. Сонымен келді дағы жай ымырт бола бастады. Жел тоқтап, таза ауаның иісі шыққандай. Сонымен келдім, мен сұрадым, мына күйіңіздің аты қандай дедім. Желтоқсан дейді. Сөйтсем, желтоқсан күйін естіген екем. Сондағысы ана кісінің ойнаған шеберлігі менің маған жеткізіп отыр. Шыны керек, жеткізіп отыр. Өткен желтоқсан көтерілісінде тарих бойынша действительно сондай болған ғой. Жай басталған, одан кейін көтеріліс болды. Көтеріліс деген кәдімгі адамдар, енді қанша әпкелеріміз, қанша ағаларымыз, аталарымыз кетіп қалды. Аман кетті, соңында тәуелсіздігімізді алдық.
түркітілдес мемлекеттерінің біразына гастрольдік сапармен жүріп өттім. Біраз өнер көрсеттік. Албания, Турция, және Македония, Герцеговина, Болгария. Біраз енді тағы да елдеріне, қалаларына Түркияның гастрольдік сапарлармен бардық. Олардың біздің енді Түркістан ғой. Түркістан болғаннан кейін ол кісілердің халқының қошеметін енді сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Біздің Түркістан жалпы халқын Түркістанды өте қатты сыйлайды, өте қатты жақсы көреді. Ел болашағы жалынды жастар. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы күші де жастар. Сондықтан оларға артып отырған үміт те зор. Адамның жас кезінде қайратты болатыны анық. Алайда сол орасан қуатын сауық сайранға емес, ізгі қоғам қалыптастыруға арналса дейсің. Иә, сөзіміздің басында айтқандай, Мағжан сенген Түркістан жастарының бүгінгі келбеті міне осындай. Түркістан жалпы өркендеп жатыр, өсіп жатыр. Мен соған бірде-бір үлкен бір үлесімді қоссам деген ниеттемін. Бір әйтеуір өзімнің болса да Түркістанға деген бір таңбам қалса деген. Университетке түсіп, осы жақта жұмыс істеп қалып қойдым. Енді ол қалып қойдым деп жаңағыдай өкпем ретінде айтып тұрған жоқ, мен қуанам Түркістанда жүргеніме. Өйткені киелі жер және өнердің қайнап тұрған жер десек болады.